Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсың, апай. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі ашық оқу қызметімізді бастаймыз. Біздің тақырыбы ұлттық құндылықтар, асық алтын қазынам деп аталады. Олай болса балалар, мен сендерге ұлттық қазынамыз туралы біраз түсіндіріп өтейін. Асық туралы біздің ежелден келе жатқан ойындарымыз асық ойыны. Оны балалар ежелден ойнап келе жатыр. Ойынымызда бес асық, асық ату деген ойындарды қолданамыз балалардың арасында. Олай болса балалар шаттық шеңберіне тұрып, соны жасап алайық. Армысың шұғылалы алтын күн, армысың мейірімді жер ана, армысың қайырымды көк аспан, армысыңдар достарым. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктемде дала қандай өзгерістер болады далада? Күн жылынады, талдар бүршік атады, айнала жасыл болады, жап-жасыл болып, күн жып-жылы болып, әдемі гүлдер шығады көктемде. Олай болса балалар, мен сендерге асық туралы кішкене сұрақ жауабымды қоя кетейін. Біздің асығымыз неден алынады екен? Төрт түлік малдан алынады екен. Асық неден жасалады екен? Сүйектен жасалады екен. Ал біз қандай ұлттық ойындарымызды білеміз? Асық ату, көкпар, қыз қуу деген біздің ұлттық ойындарымыз бар, ханталапай деген. Олай болса балалар, біз бір ұлттық ойынымызды ойнап алайық, асықпен. Біз бес атар деген асығымызды ойнауға ортаға жиналайық. Балалар, бес атар ойынымызды ойнайық. Мен сендерге қазір көрсетемін. Былай отырып, асықты атып, асықты құлатып, бір асықты алуымыз керек. Бұл асық бір ұпай болып саналады, балалар? Келе ғой, ота. Сен бастай ғой, мына жерге отырып. Ата ғой асықты. Ота аталмады. Кезекпен ата береміз, Айзере, сен ата ғой. Ата ғой асықты. Жарайсың, мына Айзереде екі ұпай болып саналады. Келе ғой, Айсұлу. Міне, бір ұпайды Айсұлу да алды. Жақсы ойнадық, балалар? Осылай асық ойнап, өзімізді жетілдірсек болады екен, ұлттық ойындарымыз қызықты ма екен? Өте қызықты екен, асық ойнаудың пайдасы көп екен бізге. Шапшаңдыққа үйретеді екен, жылдамдыққа, миымыздың дамуына жақсы әсер етеді. Бұлай болса, енді бұл ойынымызды ойнап болса, үстел үстінде берілген тапсырмаларды отырып орындайық, бәріміз бірге. Балалар, бүгінгі берілген тапсырмамыз бізге құмға оюдың көлеңкесін салу екен. Ал біз қазір қошқар мүйізді құмға салып көретін боламыз, былай. Міне, былай қошқар мүйізді саламыз. Балалар, бастайықшы бәріміз осылай. Қошқар мүйіздің суретін саламыз. Бұл біздің ұлттық оюларымыз, Міне, былай қошқар мүйізді саламыз құмға. Сала ғой. Сала ғой, бұта. Саш. Былай саламыз, әдемге қошқар мүйізді салып шығамыз құмға. Мына. Жасадың ба, Айзере? Апай, салдым. Жарайсың, Нұрислам. Олай болса, біздің келесі тапсырмамыз киіз үйдің шаңырағын өру. Осы тапсырманы орындап жіберейік, әкемлерім. Қане? Былай. Біздің ұлттық бұл да құндылықтарымызға жатады, балалар? Асық, киіз үйдің шаңырағын өру. Бәрі біздің ұлттық құндылықтарымыз. Мына, мынаны өріп бітіре ғой, Нұрдос. Жарайсың, осылай. Жатырмыз? Киіз үй жасап жатырмыз, жарайсыңдар балалар. Дария, сен не жасап жатырсың? Нені өріп жатырсың? Асықты, Түсі қандай киіз үйдің? Сары түсті киіз үй өріп жатыр екен, бұта? Міне, біздің қазақтың ұлттық оюларын ақ парақтың бетіне құрастырып, жартысын тауып жабыстырамыз. Жабыстыра қойыңдар. Нұрдос, жабыстыра ғой. Бұл да біздің ұлттық оюларымыз, ұлттық құндылықтарымыз. Міне, былай. Жартысын тауып, жабыстыра қойымнан, жабыстырамыз. Жабыстыра қой.
Бота, сен де жасап жатсың ба? Иә. Жарайсың Бота, мына әдемілеп ұлттық ойынымызды жабыстырып шығамыз. Кәне. Дарья. Mana былай жабыстырады екенбіз, иә, мына жерге. Mana екінші беті. Жабыстыра қойып, қиды жағы. Жабыстыра қойып. Жабыстырамыз. Мынаны жабыстыра қойып мына жерге. Жарайсың. Осылай жабыстырып шығамыз бәрін, иә? Балалар, олай болса, тапсырманы орындап бітсек, тұрып орнымыздан бір сергіту сәтін жасап, сергіп алайық, қолдарымызды асықты пайдаланып, орнымыздан тұрайық, алақанды ашайық, асықтармен алақанды шынықтырып алайық. 1, 2, 3. Балалар, олай болса бүгінгі оқу іс-әрекетіміз сендерге ұнады ма? Иә. Бүгін қандай ойындар ойнадық, қандай тапсырмалар орындадық? Айта қойыңдаршы кәне. 5 ата деген ойын ойнадық, иә? Ол біздің ұлттық құндылықтарымыздың ішіндегі ойындар, ұлттық оюлар, бәрі біздің ұлттық құндылықтарымызға жатады, иә? Қандай тапсырма орындадық? Сонымен құмға ою салдық. Оюды құрастырып жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, маған сендердің тапсырманы орындауға белсене қатысқандарың ұнады. Рахмет сендерге балалар.